Сондай-ақ өз діндеріңді ұстанған адамнан өзге ешкімге иланбаңдар, десті уа Мұхаммед. Шүбәсіз нағыз тура жол Алланың жолы, деп айт. Сондай-ақ олар бір-біріне сендерге берілген уахидің басқа біреуге де берілгендігіне, немесе Раббыларының алдында мұсылмандардың сендерге қарсы дәлелді уәж айтып дауласатынына, тіпті сендерді тұқыртып сөзден жығатынына сенбеңдер деседі. Оларға шүбәсіз бар жақсылық бір Алланың иелігінде, оны қалағанына нәсіп етеді. Алла уасих, кең жаратылыс, атаулының бәрін шексіз шарапатына бөлеуші, құлдарына кеңшілік жасаушы, һәм алим, кімнің не нәрсеге лайықты екенін бәрінен де жақсы білетін шексіз ілім иесі. Өзінің мейірімін һәм де уахи пайғамбарлық сынды ерекше нығметтерін қалаған құлына ғана арнайы нәсіп етеді. Алла зор, жақсылық шексіз шарапат иесі, деп айт. Кітап иелерінің арасында мол қазына мүлікті аманат етіп тапсырсан, оны өзіңе толық қайтарып беретіндер бар. Сондай-ақ бір динардың өзін аманат етіп тапсырсан, қыр соңынан қалмай қадалып қайта-қайта сұрамайынша, оны өзіңе қайтармайтындар да бар. Мұның себебі олардың надандарға, яғни кітап иелерінен өзгелерге не істесек те күнә қаламаймыз деп айтуы. Олар біліп тұрып Аллаға өтірік танады, яғни Алла тағала бізбен ниеттес болмағандарға қиянаттың қай түрін болмасын істеуге рұқсат етті деп өтірік айтады. Жоқ, олай емес. Кімде-кім кімге болсын берген уәдесінде тұрса, және қай мәселеде болмасын Аллаға қарсы келіп асы болудан сақтанса, біліп қойыңдар, Алла ондай тақуа құлдарын жақсы көреді. Аллаға берген уәделерін және ішкен ант суларын арзан бағаға сатып, болмашы пайда үшін бұзғандардың сауап тұрғысынан ақыретте алар ешбір нәсібі жоқ. Қиямет күні Алла олармен мүлдем сөйлеспейді, оларға мейіріммен қарамайды және күнәларынан тазартпайды. Олар үшін о дүниеде жан төзгісіз азап бар. Олардың, яғни яһудилердің ішіндегі бір топ кітапта жоқ нәрсені бар екен деп ойлап қалуларын үшін Тәуратты оқығанда тілдерін шайнап кей сөздері бұрмалап оқиды. Һәм бұл Алладан келген уахи дейді. Асылында ол Алладан келген уахи емес. Олар біліп тұрып Аллаға өтірік танады. Алла қандай да бір адамға кітап, билік, яғни дұрыс үкім шығара білу қабілеті мен даналық және пайғамбарлық берген болса, содан кейін оның ел жұртқа Аллаға емес маған құл болыңдар деп айтуы мүмкін емес. Керісінше, ол ел жұртқа өзгелерге үйретіп, өздерін де зерделеп оқып жүрген осынау кітаптың арқасында Раббани, яғни Алланың шынайы һәм ықыласты құлдары болыңдар деп айтады. Сондай-ақ ол сендерге періштелер мен пайғамбарларды тәңір тұтыңдар деп те бұйырмайды. Сендер Аллаға толық мойынсынып, мұсылман болғаннан кейін пайғамбарларын сендерге кәпір болыңдар деп бұйыра ма? Бұл ақылға сыймайды. Уа кітап иелері, Алла тағала кезінде бүкіл пайғамбарларға сендерге кітап һәм хикмет бердім. Ендеше өздерінен кейін қолдарындағы кітапты растаушы пайғамбар келсе, онда оған міндетті түрде иман келтіріп қолдау көрсетесіңдер деп олардан уәде алған еді. Алла пайғамбарларға мұны қабылдайсыңдар ма? Осынау ауыр тапсырмамды қалқытсыз орындауды мойындарыңа аласыңдар ма дегенде, олар қабылдаймыз, мойнымызға аламыз деп жауап берді. Сонда Алла, ендеше бұл сөздеріңе өздерін куә болыңдар, һәм қауымдарын да куә болсын, мен де сендер сияқты куә боламын деп айтты. Ал енді кімде-кім бұдан кейін уәдесінен тайып сырт айналса, олар діннен безген күнәһарлар. Жоқ, әлде күллі аспан әлеміндегі және жердегі жаратылыс атаулының бәрі ерікті һәм еріксіз түрде Аллаға бойсынып, бірінен кейін бірі оған қайтарылып жатқанда, олар Алланың дінінен басқа дін іздеуде ме?
Оларға біз Аллаға иман келтірдік, бізге түсірілген уахиге және Ибрахимге, Исмайылға, Исхаққа, Яқубқа және оның нәсілінен шыққан пайғамбарларға түсірілген, сондай-ақ Мұса мен Исаға берілген және барлық пайғамбарларға Раббыларынан түскен иләһи кітаптарға иман келтірдік. Иман келтіру мәселесінде олардың ешбірін бөліп жармаймыз. Біз бір Аллаға ғана мойынсұнған мұсылманбыз деп айт. Кімде-кім исламнан басқа бір дін іздесе біліп қойсын, ол дін әсте қабыл болмайды. Сөйтіп ол ақыретте зиян шегетіндердің қатарында болады. Иман келтіріп, пайғамбардың хақ дінінен куә болған соң, сондай-ақ анық дәлелдер, мұғжизалар келгеннен кейін күпірлікке ұрынған қауымды Алла тура жолға қалай салмақ? Алла күпірлікте табандап өз-өзіне қиянат жасаған залым қауымды әсте тура жолға салмайды. Олардың сазайы Алланың періштелердің және күллі адамзаттың қарғысына ұшырауы. Олар мәңгі бақи сол лағнеттің астында қалады. Олардың азабы әсте жеңілдетілмейді, һәм оларға ешкім рақым назарын салмайды. Алайда содан кейін тәубе етіп, күпірлік пен күнә атаулыдан толық арылып, түзелгендердің жөні бөлек. Шүбәсіз Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, тәубеге келіп өзіне бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Жаңа сүре, аяттар шыққан кезде ең бірінші сіздер біліп отырасыздар, ең бірінші сауапты сіздер алып отырасыздар.